және де осы Тоқтар бауырым елдің дінге қызмет етіп жүрген аузы дуалы азамат қой. Осы бауырым өзі әрі бата берсін де жаңағы сөзді жалғасын. Дегенмен тамақ ішіп жатқан кезде сөйлеу кішкене нәпсіге ауырырақ болғанына қарамастан тыңдап отырарсыздар. Әумин. Жоқ, бір қолында не тұр? Бір қолында микрофон, бір қолында. Екі мына қағаз қосып аузыңызға жақындатасыз. Әумин деп бата беріп қойыңыз. Бірінші бата берейік па? Әумин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Я Алла, жарылға бәрімізді, үлкен кіші кәрімізді, құлшылықпен құрастырып келтіре бер сәнімізді. Мұсылмандарды мұратқа жеткіз, иманлы тұраққа жеткіз, Құранымызды құлаққа жеткіз, Каусар суы бұлаққа жеткіз. Я Алла, дінді күшейіп бағымызға, оңалған заманды бір шағымызда, ел басы мен дін басыны хайырлетіп, құт береке ғұмыр бер тағымызға. Я Алла тағала, асымызға алалдық, басымызға адалдық бер, амандық бер, халалдан ырыздыққа қанағат бер, пайғамбардың берекетін, байдың дәулетін нәсіп ет. Бүгінгі оқылып жатқан Құран, уағыз насихат, осы жақсы тілектерімізді Алла тағала сауаптан жазып, мархум жолдасымыз, сабақтасымыз Нұрғазы Мәлікұлының рухына Алла нәсіп ет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, көрмеген қызығын, қалған діни ел жер үшін жалғастыратын хайырлы қызметін, өмірін Алла тағала артындағы бала шағасына жалғасуын нәсіп етсін. Алхамдулиллахи раббил алам, бирахматика архамир рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум, құрметті ағайындар, алыс жақыннан жиналған бауырлар, ауылдастар. Бүгін міне мархум бауырымыз, сабақтасымыз, жолдасымыз Нұрғазы Мырзаның азаматымыздың асына жиналып отырмыз. Бұндай болады деп еш ойламаған едік. Өкінішке орай тағдырдың Алланы жазған осылай болды. Енді осы бауырымыздың қысқаша тарихы мынандай екен. Нұрғазы Мәлікұлы 66 жылы Шығыс Түркістанның Үрімжі аймағында дүниеге келген. Туған ауылында бастауышты тәмамдаған, үйіне қолғанат болып, яғни оқуды жоғарылап оқи алмаған, ата-анасын бағу жолында бауырларын. Алайда талант иесі онымен тоқтап қалмай, білім алу жолын діни саладан бастайды. 1988 жылдан бастап алыс аймақтағы Тұрпан, Тоқсын қалаларынан діни сауатын ашады. 1993 жылға дейін Үрімжі қаласындағы Хан Тәңір мешітінде білім алады. Міне біз осы 93 жылдар сабақтас болғанбыз ол жігітпенен. Үрімжіде бірге оқып еді Хан Тәңір мешітінде. 93 жылы Шинжаң Ислам университетінде түсіп, 98 жылы аталмыш университетті үздік нәтижемен тәмамдайды. Осылайша 98 және 2000 жылдар аралығында Хан Тәңір мешітінде ұстазды қызметін атқарған 80-нен астам үздік шәкірттер тәрбиеледі сол жерде. Және 2000 жылдан 2017 жылға дейін Ұланбай қазақ мешітінің бас имамы болады. Имамдық қызметін атқару барысында жамағатты мешітке шақырудың тиімді жолдарын таба білген азамат. Мәселен, ораза айында ауызашарда әркім өз үйінде аздап жамағатыменен солай ұйымдастырып ауызашар болса, осыдай жақсы игі шараларды мешіттерге басын қосып бір жерден үйрете білді. Үрімжі аймағына қарасты қазақ мешітінің имамдарын ұйымдастырып, Құран оқу жарысын оздыртып, сауатты имамдарды тәрбиелеу жолдарын белсене атқарды. Шығыс Түркістан көлеміндегі қазақтардан шыққан діни қызметкерлердің жолыққан мына осындай шариғат мәселелерін оңтайлы шешіп, бастамашылық ролын ерекше жақсы жолмен атқарып келген. Енді ғылыми еңбектеріне келетін болсақ, 95 жылдары Ғақаят Зорайя деген ғибататул исламия, яғни қазір негізгі діни мағлұмат деп айтамыз. Осындай кітаптар және бірнеше кітаптардың мынау
әсіресе 5 уақыт намаз үйрену халыққа тиімді кішкене кітапшалар. Осындай нәрселерменен, кітаптарменен мына халықтың сауатын ашу, намаз үйрету жағына қомақты үлесі діни еңбегін айтуға болады. 2014 жылдан басталып Үрімжі аймағы бойынша қазақ имамдарының жұма уағыздарын ай сайын журнал ретінде тағайындап жүйелі қызмет атқарған. Жалпы діни сауатын бір ақпарат жағымен қамдап отырған, сол жерде бірнеше миллионның қазақтардың деп айтсақ болады. 95-96 жылдары Қытай қазақтарынан тұңғыш Құран кәрімді қазақшаға аударған Ғазиз Ақытұлы, Мақаш Ақытұлы сынды ғұламалардың діни уағыздарын үнтаспаға жазып, Қытай қазақтарының діни сауатын ашуына қомақты үлестер қосқан. Міне осылай айта беретін болсақ, бұл азаматтың еңбегі өте зор. 2016 жылдары марқұм жолдасымыз бала-шағасыменен бір қыдырып келді. Сонда мен сол жаңағы бауырым айтып, мен сен келмейсің бе осы жаққа енді қыдырып. Мына қазақ еліне келіп бір қызмет істейік та енді. Дегенде сонда ол азаматтың айтқаны бір еді. Мен де сол Шығыс Түркістанда сол жердегі бірнеше миллионға қызмет істеп жатырмын ғой. Енді жеке өз басым болсам, келіп алар едім осы жаққа. Иә. Міне деп сол жақта бірнеше миллион жаңағы қазақ мұсылмандарымызға ерекше осындай дін жолында сол жақта қалып қойып еді. Дін үшін, күн үшін емес. Міне сондай мықты нелерін айтуға болады. Айта берсек көп. Тек қана не айтамыз енді? Марқұмның жаны жәннатта, топырақ торға, иманы жолдасы болсын. Мынау менен сол жақта анау Әкімият деген жолдасымыз бар, ода сабақтасымыз 90-шы жылдар бірге оқыған. Онан кейін осы Нұрғазы жолдастарымыз, қанша бір тағы бір мынау Санжы көлемінде бір жігіттеріміз, сабақтастарымыз кәдімгідей шошқаның етін жей алмай, арақ іше алмай, сондай қинауға дейін барып жатыр. Шындығы керек. Мынау ата жұрт азаматтарынан Алла разы болсын, біраз нәрсені ашып берді. Әлі де қорқып, соған маңайынан сол атын естігенде қорқып жүрген азаматтарымыз жоқ емес, өкінішке орай. Осы дін үшін, ел үшін, жер үшін деп келіп едік 90-шы жылдары. Сол жолдамыз әлі. Өлсек шәйітпіз, тірілсе ғазиміз иншалла. Құрметті ағайындар, соның үшін әрекетке берекет дейді. Енді жамы жетіп ағамыз айтып жатыр, көзіне жас алып жатыр бата бергенде. Сол жақтағы діннің қаймағы болған өзіміздің жолдастарымыздың алды шәйіт болды. Енді артында қалған қаншама әлі мықты азаматтар бар, Құдайға шүкір. Енді соны құтқару жолында жалпы мұсылмандарды, оның ішінде өзіміздің қазақ мұсылманды құтқару жолында кішкене еңбек жасауымыз керек, әрекет етуіміз керек. Иә. Соған иншалла атсалысайық жалпы азаматтар. Бүгінгі мынау бас қосу, жай бас қосу ғана емес. Осындай кете беретін болсақ, үнсіздік. Әлі қаншама ғалымдарымыздан, қаншама мықты азаматтарымыздан айырылып қаламыз, Алла сақтасын. Иншалла сол үшін құрметті ағайындар, мен осы алдымызда мына 12-ші айдың 12-сі күні сәрсенбі сәтінде мұны Саяхат мешітінің жанында ата жұрттар азаматтарының бір бас қосу жиналысы болады. Осы біздің Құтби аудандық Санжы көлеміндегі. Соған осында отырған құтбилық азаматтар болса, тағы айта кетпекшімін. Мен де сол шақырған азаматтар, мен сол күні сол жақтағы жалпы мұсылмандар үшін, және сол мұсылмандарға бас болған, өзім сияқты молда, имам болған азаматтарды жоқтаушы ретінде бармақшымын сол. Сол бас қосуға, иншалла. Сондықтан құрметті ағайындар, артық айтып жатсақ, кешіріп қойыңыздар, иншалла. Алла тағала бәрімізге жар болсын. Біз Аллаға шүкір, Алла тағала көп шүкірлер айтсақ болады. Себебі мұнда бір ішкеніміз алдымызда, ішпегеніміз артымызда. Аллаға шүкір, қазақ елімізде, тәуелсіз елімізде міне Аллаға шүкір жүріп жатырмыз. Ал енді ол жердегі миллиондаған қандастарымыз қандай қиналып жатыр. Ойлайық, дұға қылайық. Жұмаларда да дұға қылып жатырмыз. 5 уақыт намазымызда, тахажжудта да дұға қылып жатырмыз. Дұға қылу бізден, бірақ әрекетіміз аздау болып тұр. Құрметті ағайындар, жаңағы ағамыз айтқандай, енді сіздер біздер болып, мына ата жұрттың басшыларының мықты азаматтарымыз да осында отыр екен. Қазір өзінің несін айта жатар, естисіздер. Мынау жаңа артындағы
бірнеше тұяғын, сол Нұрғазының енді бірнеше баласы бар артында, қатын баласы бар, иә. Соны біздер болып жеткізуіміз керек осында. Және сол жақтағы дінге қызмет істейтін тағы да шайт болып кетпесін енді. Шайттық енді ол Алла Тағаланың алдында жақсы бір өлім. Бірақ мұсылмандарға, қазағымызға қызмет істеу ода керек нәрсе. Сондықтан соған қызмет істеп, сол бала шағасын сіз болып бір документін, құжаттарын реттеп, соны алдырып алайық бұйырса, сіздерден мен тағы бір өтініш қыламын, осы жаңа ағамменен бірге қосылып. Алла разы болсын. Мынау Құранда ішіп жеп отырыңыздар, бір аятты айта кетейік, иман болғаннан кейін енді Алла Тағала Құран-ы Кәрімде мынандай бір аят бар. Бақара сүресінде, Нәстағфируллах. Фазкуруни азкуркум вашкурули ва ла такфурун. Сендер мені еске алсаңдар, мен де сендерді еске аламын дейді Алла Тағала айтады. Вашкурули ва ла такфурун. Сол үшін шүкірлік қылыңдар, күпірлік қылмаңдар дейді. Я айюхаллазина аману стаину бис-сабри вас-сала инналлаха мағас-сабирин. Ей иман келтіргендер, мұсылмандар, сендер сабырлықпенен Алла Тағалаға құлшылық жасай отырып, осылай жалбарынып еске алыңдар дейді. Осы аяттың соңында жалғасында айтады. ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. Сендер Алла жолында өлген адамды өлді деп айтпаңдар дейді. ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء بلكي ол тірі ولكن لا تشعرون. Сендер сезбейсіңдер дейді. Міне сондықтан оны өлді деп айтуға болмайды. Қазақша айтсақ, қайтыс болды деп айтамыз. Қайтты. Ва илайхи туржаун. Ол Алланың алдына қайтамыз, өлмейміз. Сондықтан иншалла ол бауырымыз жай қайтты уақытша. Оның рухы мәңгі тірі. Рух деген өлмейтін нәрсе. Не жәннати, не тозақи болады ол. Адамдікі. Басқа хайуандікі басқаша болады. Құрметті ағайындар, Алла разы болсын. Жүректе толқып тұр қазір. Айтатын нәрсе өте көп. Мінеше сөйлейтін азаматтарымыз да бар. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында да бір азаматтар келіп отыр. Журналымыздың әзір ол кісілерге де сөз беруіміз керек. Алла разы болсын. Имамға кішкене толық сөйлеуге рұқсат берілді. Әрине бұл жаңағы сіздер толық сөйлемесін деген сөз емес. Кішкене уақыт мәселесін қайта ескертіп қояйын деп айтып жатқаным. Ал ендігі сөзімізді осы Алматы Республикалық діни басқарманың Алматы облысы бойынша өкіл имамы Қуаныш бауырыма. Жұмыспенен жүретін адам болғаннан кейін жаңа келіп, жаңа көріп едім, мен көңіл айтып кішкене атын тоса алмаппын, кетіп қалды енді. Алла риза болсын, келгеннің өзі осы жерге келіп айтуының өзіне Алла зор сауаптан жазсын. Ендігі сөзді және де сол діни басқармада иман журналының жауапты қызметкері Кеулімжай бауырымызға. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Жүрегіміз қанжылап отыр әрине. Шеттегі қазақтардың осындай болып кете берсе не болады дегендей. Құдайдан күні-түн тілеп жатырмыз өзіміз. Өзім де шеттің қазағымын. Өзбекстаннан келгенмін. Қазақтың жеріне сіңейік, бір кіріп болып қаланайық деп келген едік. Мынандай жағдайларды 2 жылдан бері естиміз. Қолдан келер шара жоқ. Бірақ Құдайдан күні-түні тілейміз. Қызырғазы бауырымды жақсы білем, өзі бір ақ көңіл, жақсы жігіт, иманды жігіт деп толық айта аламын. Ағасы екен, туған ағасы. Үрімжі қаласында сонша миллиардтаған ішінде қаптаған басқа ұлттың ішінде имам болып, жаңа Тоқтар ағам айтып кетті ғой, сол жердегі қанша миллион қазаққа қалған екен, күн үшін емес, дін үшін. Сондықтан да олар шахид, пайғамбарымыз шахидтің рөлін армандаған сахабалар шахид болып кетсек деп. Бірақ бізге бұл қазір өкінішке орай керек емес сияқты, аз ғана қазақпыз, бір енді ғана 10 миллионнан, 13 миллионнан асып жатырмыз. Менің тілерім енді амал жоқ, қалды ғой сол жерде, бірақ елге келу керек сияқты. Басқа амал жоқ. Алла бұйыртса егемендігін алсын деп тілейміз. Сол жердегі шығыстағы бауырларымыз алдынан жарылқасын.
мына екі ең артында ұрпағымен мың жасайды дейді ғой қазақ. Екі баласы бар деп естіп жатырмын. Соны әкелісуге документ жағынан болса, басқа жағынан болса қолынан іс келетін жігіттерге өтініп сұраймыз. Бүкіл сол жердегі қазағымыз аман болып, халқымыздың санын 50-60 миллионға Құдайдан жеткізуін тілейміз. Сол кезде ғана бізге Алла қаласа ешкім көзін аларта қоймас. Сол кезде ғана санасатын шығар деп ойлаймыз. Сондықтан да көбеюді нәсіп етсін Алла тағала, маңдайымызға тезірек жақсылық күндерде кездесуді нәсіп етсін. Жақсылық болсын. Баршаңыздың да айтайын деген жүректеріңізде бір ауыз сөздеріңіз, тілектеріңіз бар екені ол шүбә жоқ. Бірақ енді соған қарамастан біраз адамдарға сөз беріп қалған кісілер сол сөзді тыңдаумен шектелуге мәжбүрміз. Ендігі сөзіміздің кезегін сол имам бауырымыздың сабақтастарының ішінен Мұхтар деген бауырға сөз берейік. Мұхтар деген бауырымыз. Осында отырған бауырлардың бәрі де сол арғы беттен бауырларымыз екені шүбә жоқ. Құдайға шүкір. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хайфа халука я. Осы жерде жиналған барша жамағат. Біреуі Нұрғазының туыстары, біреуі Нұрғазының жақын жолдастары, біреуі Нұрғазының шәкірттері. Біз сол Үрімжіде Нұрғазы менен осы 90-шы жылдан бері қарай дос болып бірге жүрген жігіттер едік. Аспанда бір 10 жұлдыз болса, Нұрғазының сол бір жарық жұлдыздың біреуіне теңейтінбіз. Сол жарық жұлдыздың біреуі кетіп қалды арамыздан. Алла тағала айтады, сол бір халықтан бір жақсылықты алып қоятын болса, ішінде көп оқығандарды алып қояды дейді. Сол арамыздан көп оқығандарды алып қойып жатыр әзір. Өткен жылы тағы Мория ауданының имамы Ақмият Жантағұлы деген азаматымыз бар еді, оны да алып қойды. Ал сол несі тағы осы Нұрғазы Мәліғұлын алып қойды. Енді басқа да көп деген сабақтас жора жолдастарымыз болған, бірге курстас болған азаматтардың бәрі әзір, біреуі жоқ, бәрі сол Қытайдың лагерінде жатыр. Енді Алла тағала өз соларға жәрдемін берсін. Біз осы жақтан осыдан басқа тілейтін ешқандай көмегіміз болмай жатыр. 2 жылдан бері осы Нұрғазының жатқанын білдік, ешқандай көмек жасай алған жоқпыз. Жүгірдік, жүгіргенмен ешқандай өнімін беремеді. Мына ақыры бұл дүниеден өтіп кетті Нұрғазымыз. Енді жатқан жері жәннат болсын. Жәннаттың зор-зор нығметтерін, биік-биік сарайларын, құлатондарын, тәжілерін сыйласын Алла. Артында қалған енді біздің тілейтініміз қос баласы Мұстафа мен Нұртаза екеуін Алла тағала енді аман есен осы Қазақстан, қазақ еліне жеткізді. Алла тағала нәсіп етсін. Мен тілейтінім осы енді. Ағайын, ал жақсы. Бақтыбай бауырымызды біреуіміз танысақ, біреуіміз танымауымыз мүмкін. Шығыстағы қазақтар ішінде мынау сауда саласында шығыстағы 10-20 миллион ұйғырдың ішінде ең алдына шығып, қазақтың осы кәсіпкерлігін дамытқан, қазақтың сол саладағы бұл сауда деген қазаққа да жат емес нәрсе екендігін танытқан. Сонымен бірге аузында Құраны және дін жолында қызмет еткен азамат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Барлық ирел мүмкін мұсылмандар. Алдыменен күллі кайнат жаралудан ilgari бар болған Аллаға, зат жағынан, сипат жағынан.
күллі кайнат күл талқан болып жойылып кеткен соң тағы да бар болатын Аллаға чексіз ve сан санақсыз мадақ мақтаулар болсын. Амин. Алланың пайғамбары екі дүниенің сардары, пайғамбарлардың серкесі, адам атадан таңлық қияметке шейін дүниеге келіп қайтқан әрі келіп қайтатын ерел мөкін мұсылмандардың екі әлемдегі тайшысы болған Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға, тағы да барлық пайғамбарларға шексіз әрі сан санақсыз дұғай сәлемдер болсын. Амин. Аллаға, Алланың пайғамбарына иман айтқан, туылмақтан кейін өлмек, өлмектен кейін қайта тірілмекке күмәнсіз сенген, адам атадан бүгінге дейін дүниеге келіп қайтқан, таңлық қияметке шейін дүниеге келіп қайтатын барлық ерел мүмкін мұсылмандарға дүние ve ақыретте Алланың рахметі, пайғамбардың шапағаты болсын. Амин. Құрметті жамағат, вақыт байланысыменен қысқарақ сөйлейік. Нұрғазы бауырымыз осы замандағы Шығыс Түркістандағы қазақ халқынан туған кесек алтындардың бірі. Алла Субхану ва Тағаланың радасыменен ислам ілімдерін өзіне жарай, өз деңгейіне жарай жақсы ілім алған азаматымыз. Сонымен бірге 50 жылдық өмірінде үйрену әрі үйрену істеріменен шұғылданған жақсы ғұлама ұстазымыз. Алла Субхану ва Тағала Нұрғазы бауырымызға екі дүниенің рахметін бағыштасын. Сонымен бірге өзінің шәйіттік мақамын Алла Субхану ва Тағала қабылдасын. Жоғарыда айтып кетті бауырластар, шәйіттерді өлді демеңдер, олар тірілер деген аят бар. Олардың рухы ғана тірі дейді, тірі емес, оның денесі де тірі болады, естеріңізде болсын. Оның денесінде қаны айланып тұрады. Шәйіт болған адамдардың денесіне тық тисе, сөзсіз қан шығады олардың денесінен. Сондықтан Алла Субхану ва Тағала Құран-ы Кәрімде шәйіттерді өлді демеңдер, олар тірілер деген. Ал енді Алла Субхану ва Тағала Құран-ы Кәрімнің Бақара сүресінде айтады: мен дүниенің тыныштығын сақтау үшін бір қауымды үстін қыламын әлемде дейді. Егер ол әдінен асса, тағы біреуді үстін қылам дейді. Соның үстіндіктерді қауымдар арасында ауыстыру барысында ғазат жихадтарды пайда қыламын, өлушілерге өкінбеңдер дейді. Оған енді өкініп те кетпеңіздер. Өйткені о шәйіттік мақам адамзаттың өмірінде келесетін дүниедегі ең жоғары мақамы. Алла Субхану ва Тағала Нұрғазыны арамыздан таңдап, оған шәйіттік мақам беріпті. Ол біз үшін дүниеде ve ақыретте әрі қуанышымыз болып табылады бауырластар. Құдай Тағала егер берсе, сондай шәйіттік мақам берсін барлығымызға. Алла Субхану ва Тағала Нұрғазының жатқан жерін жәннатта қылсын, гөр азабын азат қылсын. Қиямет күні әмәлін оң қолынан беріп, Алланың рахметіне, пайғамбардың шапағатына ілесушілердің қатарынан қылсын. Барлықтарыңызға да Алла екі әлемде рахмет қылсын. Амин. Бақтыбай бауырымызға тағы бір 10 минут рұқсат берейік, өйткені арғы бергі елде дүниені аралап жаңағы жамағаттардың, қауымдардың жағдайын біліп жүрген азамат қой. Біздің келді кетті жағдайымыз бар, кішкене мына жердегі бауырларға кішкене насихат айтсын деп, тағы бір 10 минут осы бауырға рұқсат берсек. Көпшілікке рахмет. Құрметті бауырластар, құрметті қазақ халқым. Отан деген қанның беделіне келетін нәрсе. Оны ақшаға сатып алатын, қолмен жасап алатын нәрсе емес. Осы бір ауыз сөзімді жақсы түсініңіздер. Қазақстан біздің отанымыз, Алла Тағала берген. Неге берген? Қазақтың 1000 жылдық қанының беделіне берген. Қанышбек Чингисхан, біздің ата-бабаларымыз Найман ханды, Таян хан, Абақкерейдің қаны Ертұғырыл ханды өлтіріп, Меркіттің қаны Тоқтабекті өлтіріп, қазақтың шаңырағын құлатқаннан бүгінге дейін қазақ халқы 1000 жылдық қанды кешуді кешіп өткен халық. Әне сол 1000 жылдық ағызған қанымыздың беделіне Алла Субхану ва Тағала берген отан бұл. Бұл отанның қымбатын жақсы біліңіздер, білмегендерге жақсы түсініңіздер. Мен отаныма тұңғыш рет келген кезімде міндетім болмасын, қатын баламды, дүниемді тастап келгенмін Қазақстанға. Отан дегенге кетем деген оймен ғана келгенмін. Келген соң 2001 жыл азаматтығымды алдым.
Азаматтығымды алған соң қайтадан Қытайға Қытайдың визасын алып баратын жағдайды түсіндім. Түсінген соң азаматтығымды алып сонан кейін бардым. Барып 15 жыл жұмыс істедім Қытайда тағы. Жұмыс істеп 2015 жылы бір трагедияға жолықтық, одан соң тағы қайтып келдік. Айтпақшы болғаным не? Айтпақшы болғаным отанның қымбатын біліңіздер. Дүние деген Алла Субхана ва Тағала Құран Кәрімде айтады, тек қана алданыш, адам алдайтын нәрсе. Отан деген бір ұлы ұя, былай айтқан кезде. Ұлы ұя, кімнің? Адамзаттың ұлы ұясы. Оның ішінде жекелерге болмайтын, жалпы халыққа болатын тыныштық, жалпы халыққа болатын азаттық, жалпы халыққа болатын еркіндік болады. Біз еркінбіз. Қазір біз еркінбіз. Осы Қазақстан территориясының ішіндегі қазақ, Құдай бұйырған болса, біз еркін өмір сүріп жатырмыз. Осы еркіндікті дүниедегі, әлемдегі барлық нәрседен үстін көріңіздер. Сол кезде біз дүниедегі қымбатымызды, дүниедегі теңдігімізді табамыз. Болмаса таба алмаймыз. Егер біз осы қымбатты, осы отанның осы қымбатын дүниеге ауыстырсақ, мәнсапқа ауыстырсақ, замандағы дамушылыққа ауыстырсақ, ол кезде біз сөзсіз бақытсыздыққа жолығамыз. Міне соған ауыстырған қазақтарымыз, енді оларды айыптағандығым болмасын, міне әзір басқалардың зұлымдығына жолығып жатыр. Біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 25 жыл, 27 жылдың алдында дүниедегі қазақты неге шақырған білесіздер ма? Ол бәрімізден бұрын дәл осы трагедияны біледі. Осы қазақтың осы күнге келетін, осындай жағдайға жолығатынын ана патшамыз елбасы біледі, сондықтан шақырған ол. Болмаса олардың кейбіреуінің Қазақстаннан жоғары өмір сүріп жатқаны сол кезде біледі ол патша. Неге ол біле тұра ештемесі жоқ жерге шақырады? Өйткені мына отан дегеннің мына қымбатын біледі. Ал әлемдегі қазақтардың сондай трагедияға жолығатынын біледі. Мен сол 2001 жылы келген кезімде Қаскелеңнің мешітінде Қажы Дәулен деген бір кісі жатыр екен, 85-ге келген. Қасына салам беріп, қайтайын бұл кісіге деп салам беріп, бір сәлде алып базардан келіп, сол аты жөнін сұрастық, салам бердім, бата берді. Бақтыбай балам, жақсы бала екенсің. Бірақ саған бір насихатым бар айтатын. Айтыңыз ата. Біз ана Ауғанстанға барып едік, Ауғанстандағы мұсылман ғой ол ауғандар деді. Солардың өзі қатын қыздарымызға басқыншылық жасап, намысымызға тиді. Оған қарағанда Қытай не істер екен келешекте деп айтқан. Сол кісі. Не істер екен келешекте? Осыны еліңе жеткізіп қой. Еліңе барып айт деп айтты. Қажы Дәулен, Алла куә бізді жаратқан, сол кісі маған сөйтіп айтқан. Содан мен қайтып барып елімде 15 жыл үгіт жүргіздім. Тыңдады. Менің үгітімменен Құдай бұйырған болса келген адамдар болды. Бірақ сөйлді бізді елдің тыныштығын бұзып жүр деп абақтыға ұстап бергенде еліміз болды. Амал жоқ, ел болған деген болады екен. Бірақ оған сабыр қылдық, ол өтіп кетті ол күндер. Демек енді ұзын сөздің қысқасы, отанның қымбатын өте жақсы біліңіздер. Бұны бар ғой, бойларыңызбен тең алтынға бермеңіздер. Дүниені толтырып маған дүние берсе басқа жерде. Мынаны аласың ба, отаныңды аласың ба, мен отанымды аламын, естеріңізде болсын. Керек емес маған ол нәрсе. Егер 18 мың аламның патшалығын басқа жерден берсе, және Қазақстанды қойып қойса, мен Қазақстанды аламын, ана әлемнің патшалығын алмаймын. Керек емес ол маған. Осы отанымда жүрген қойшылық өмірім, осы отанымда жүрген көше сыпырған өмірім, әлемнің патшалығына артық маған. Осылай біліңіздер бұны. Бауырластар, мұны түсініңіздер. Мына ұйғыр деген халықтың отаны болса бар ғой, алтын тағы болса тастап беріп Қытайға, Аллаға анаңның Қытаймыш тағыны, Аллаға көй деп тастап етіп қайтып келеді бәрі, қатын баласын алып. Біз неге келмейміз? Ойласаңдаршы, біздің ата-бабаларымыз, батыр аталарымыз, Оспан Батыр не үшін соғысқан? Ол жынды болып соғысқан ба? Ол отан үшін соғысқан, еркіндік үшін соғысқан. Құлжадағы Акбар Сейіт не үшін соғысқан? Ол еркіндік отан үшін соғысқан. Шәуешекте Башбай елді неменеге бастаған? Еркіндік отан үшін бастаған. Шинжаңдағы 3 аймақ төңкерісін анау жасады, мынау жасады дейді. Оны бар ғой біздің қазақтың ата-бабасы жасаған. Ана Алтайда 280 батыр, 82 батыр өткен. Мен бәрін санағам. Зұқа қажыдан тартып ең соңғы Оспан Батырға дейін. Солар неге соғысқан? Олар неге қан төккен? Олар неге құрбан болған? Олар еркіндік отан үшін.
теңдігі үшін соғысқан. Соны білсеңдерші қазақтар енді. Сол кітаптарды оқымадыңдар ма? Ана Асқар Татанай деген жазушы жазды, кеңес тарихи дерек. Ең болмағанда сол бір кітапты оқысаңдар да біліп жетесіңдер. Тәңіртау аспанындағы қара бұлттар деген кітапты жазды. Соны оқысаңыздар да білесіздер. Ол ұзаққа барған жоқ қой, осы жақындағы әңгіме ғой. Шығыс Түркістанды азат етемде 100 мың қазақ өлген. 100 мың, біліңдер. Bir көштің өзінде 20 мың қазақ өлген. Соны да ұмытып қалдыңдар ма? Қазақстанда жерден кепе жасап отырсаңдар, қазып, басқа жерде алтын сарайда отырғаннан артық біліңдер. Мына отан дегеннің қымбатын біліңіздер, мына отан деген мұндай нәрсе. Қараш, бір қазақ бізді келдік, Артур деп айтты ма? Bir қазақ бізді, не қып келдің, сіңбе деп айтты ма? Жақсы кепсің. Ол айтындар сөйтіп айтқан қазақ бар ма Қазақстан мен бір тыңда? Маған айтқан жоқ ешкім. Керемет кепсің дейді, жақсы бопты. Осында ел әлемде бар ма? Қашқар деген жерге кезінде адам сыймай деген барған. Сол кезде Чарлосияның патшасы Николай деген патша Қазақтан адам жіберген екен. Шоқан Вәлиқонов сондықтан барған Қашқарға. Білесіздер ма Шоқан Вәлиқоновтың Қашқарға барғанын? Демек, жаттан бір адам барса сыймайды екен о қалаға. Бір адам сыймайды екен о Қашқарға. Өте-мөте кәпірлерден. Сондықтан Шоқан Вәлиқоновты Құлжада 4 жыл ислам ілімімен оқытып, ғалым қылып, сөрінген жіберген екен. Бұл бір мысал енді. Демек, сөзімнің қысқа мақсаты, мына отанды жақсы біліңіздер. Қайтып келсін ел. Оның дүниесін шекесіне таңсын оның. Әкесінен дүниемен туылып бау қазақ, тыр жалаңаш туылған ғой бұл дүниеге. Жалаңаш кетеді ғой тағы, 2 метр рақменен. Қайтып келсін. Міне осындай бір дастархан маған қараңдаршы. Бүгін мына дастарханда біз қандай бақытты. Мен бақыт санап тұрмын өзімді. Мен осы Нұрғазы бауырымның осындай бір өлімменен тұрсам да, мен өзімді қатты бақыт санап тұрмын. Неге? Мен өзімнің елімменен, өзімнің отанымның халқымменен жиналып бір дастарханда, емен еркін отырмыз. Көрдіңіздер ма? Бұл емен еркіндік бағанағы айтқан 1000 жылдық ата бабамыздың төккен қанына келген. Бұны қадірлей біліңіздер. Міне осыны қадірлей білсек, Құдай бұйырса қазақтың мәңгілігі мәңгілік болады. Егер қадірлей білмесек, бұл мәңгілік қолдан кетіп қалады. Бұл кетіп қалады бұл. Сондықтан отанның қымбатын қазақ халқым жақсы біліңіздер. Отанды бар ғой, ешнеге айтып бастамаңдар. Тек қана жәннаттан басқаға. Көпшілікке рахмет. Алла разы болсын. Барлықтарыңызға Алла Субхана ва Тағала идаят берсін. Рахмет.